Бұл оқиға қыстың суық күндерінің бірінде болды. Қаңтардың аяғы. Кешкі 6-дан кейін қала көшелері тез қараңғыланып кетеді. Аяз күшейіп, адамдар аялдамада ұзақ тұрмауға тырысады. Мен жұмыстан кеш шықтым. Қолымда ауыр сөмке, басымда мың түрлі ой. Аялдамада 3-ақ адам тұрды. Қалың күрте киген студент қыз, телефонға үңілген жас жігіт және ескі пальто киген бір қарт кісі. Жел сүйекті қарып барады. Автобус кешігіп жатты. Қарт кісі орындықтың шетінде үнсіз отырды. Қолындағы дорбасы жұпыны ескі. Бір сәтте ол орнынан тұрып, аялдаманың шетіне қарай баяу жүрді. Қолын ысқылап қайта отырды. Студент қыз сыбырлап, "Аяз қатты екен", деді. Жігіт басын изеді. Қарт кісі үн қатпады. Автобус әлі жоқ. 10 минут өтті, сосын 20 минут. Суық сүйектен өтті. Қарт кісінің қолдары дірілдей бастады. Ол дорбасын ашып, ішінен бір ескі қолғап шығарды. Бірақ қолғаптың біреуі ғана бар екен. Ол оны оң қолына киіп, сол қолын пальтосының қалтасына тығып отырды. Менің ішім біртүрлі болып кетті. Сөмкемде артық қолғап бар еді. Бірақ бір сәт ойландым. Мүмкін керек емес шығар. Сол кезде қарт кісі жөтеліп жіберді. Даусы әлсіз. Мен шыдай алмадым. "Ата, мына қолғапты алыңыз", дедім. Ол таңырқап маған қарады. "Қызым, өзің тоңып қаласың ғой. Менде тағы бар". Ол баяу алып алғыс айтты. "Рахмет айналайын". Оның қолының дірілі басылғандай болды. Ақыры автобус келді. Іші жылы. Барлығы асығып кірді. Қарт кісі ең соңында мінді. Бос орын аз еді. Мен орнымды ұсындым. "Отырсаңыз болады". "Жоқ, қызым, сен отыр, шаршаған шығарсың". "Мен түсетін жерім жақын". Ол үндемей отырды. Автобус терезелері буланып кеткен. Адамдар үнсіз. Әркім өз ойымен әлек. Бір аялдамадан кейін студент қыз түсіп қалды. Сосын жігіт. Біз екеуміз қалдық. Қарт кісі терезеге қарап отырды. Сыртта қараңғы, шамдар жылжып өтіп жатыр. Кенет ол сөйлеп кетті. "Бұрын мен де адамдарға көмектесетінмін". Мен үндемей тыңдап отырдым. "Жас кезімде жүргізуші болдым. Қыстың боранды күндерінде жолда қалғандарды үйіне жеткізетінмін. Ақша алмайтынмын. Біреу сенің де балаңа көмектесер деп ойлайтынмын". Ол күлімсірегендей болды. "Қазір заман өзгерді ғой". Мен не айтарымды білмедім. Келесі аялдама. Ешкім түскен жоқ. Автобус іші тым тыныш. "Менің ұлым бар еді", деді ол кенет. Даусы бәсеңдеп кетті. "Бар еді?" "Иә, жол апатынан кетті". Жүрегім шым ете қалды. Сол күннен кейін кемпірім де ұзақ тұрмады. Үй бос қалды. Ол терезеге қарауын тоқтатпады. "Қазір жалғыз тұрамын, бірақ адамдарға қарап отырамын. Біреулер асығады, біреулер күледі, біреулер шаршайды. Өмір жалғасып жатыр". Мен оның даусынан өкініштен гөрі тыныш қабылдау сезілді. Келесі аялдамада автобус тоқтады. "Менің аялдамам", деді ол. Мен оның дорбасын бердім. Ол орнынан баяу тұрды. Есіктің алдына жеткенде маған бұрылды. "Қызым, сен бүгін мені тоңудан емес, жалғыздықтан құтқардың". Тамаққа бір нәрсе тығылғандай болды. Мен жауап бере алмадым. Ол түсіп кетті. Есік жабылды. Автобус қозғалды. Мен терезеден қарадым. Қарт кісі қар үстімен баяу жүріп бара жатты. Көшедегі шам жарығы оның ұзын көлеңкесін созып жіберген. Сол сәтте жүрегімде бір жылылық пайда болды.
ертеңінде жұмыстан қайтып келе жатып сол аялдамаға қайта қарадым. Қарт кісі көрінбеді, бірақ орындық бос емес сияқты. Сол жерде бір жұп ескі қолғап жатты. Мен жақындап бардым. Кеше берген қолғап. Ішіне кішкентай қағаз салынған. Қағазда дірілдеген әріптермен жазылған: жақсылық ешқашан жоғалмайды. Мен ұзақ тұрдым. Суық та сезілмеді. Өйткені бір кештің ішінде мен түсінген нәрсе: кейде кішкентай мейірім біреудің бүкіл күнін емес, бүкіл өмірін жылыта алады. Ал кейде өз жүрегіңді де